Сәлем достар, сіздермен бірге Айзада. Бүгін осындай дәмді әрі өте оңай әзірленетін баунти шоколадтарын үй жағдайында әзірлейтін боламыз. Алдыменен менің осы видео рецептімді көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Біз осы баунти шоколадтарымызды әзірлеу үшін бізге ең алдымен осындай кокосовый стружка қажет болады. Мен 50 граммдықтан 2 пакетігін пайдаландым. Барлығын осылай ашып, өзіміздің ыдысымызға салып аламыз. Кейін үстіне сгущенканы құйып, барлығы біркелкі масса болғанға дейін қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Неке біздің массамыз біркелкі болды, баунтиіміздің іші дайын болды. Кейін осындай пищевой пленкамызды жайып, оның үстіне өзіміздің массамызды саламыз. Неке өзіміздің барлық массамызды салып әзірлеп аламыз. Кейін пленкамыздың екі жағын жауып, қолымыздың көмегімен барлығын тығыздап, осылай бір-біріне форма шығарып аламыз. Алдыменен қасығымыздың көмегімен осылай төртбұрышты форма жасап аламыз. Кейін пленкамызды екі жағынан жауып, қолымыздың көмегімен осындай төртбұрышты форма жасаймыз. Кейін біз осы массамызды холодильнигімізде 1 сағат көлемінде ұстап, біркелкі болғанға дейін қатырып алуымыз қажет. Қолдарыңызбен кішкене қаттырақ басып алуларыңыз қажет, ортасы біркелкі болу үшін. Неке 1 сағат көлемі өткеннен кейін осылай шығарып алып, баунти шоколадтарын осылай кесіп аламыз. Жан-жағын түзеп, кішкене баунти шоколадында ұқсайтындай кішкене формасын шығарып аламыз. Осылай барлығын осылай турап аламыз. Кейін біз осы шоколадтарымыздың үстіне құюға Қазақстан шоколадын пайдаландым. Осылай водяной баняда ертіп аламыз шоколадымызды. Неке шоколадымыз ерігеннен кейін суып кетпеу үшін, шоколадымыз суып кетсе ол қатып қалады. Сол себепті осы ыстық күйінде баунти шоколадтарымыздың алдыменен астыңғы бөлігін осылай батырып шығамыз барлығын. Кейін қасығымыздың көмегімен үстіне шоколадтарымызды құйып шығамыз. Кейін дайын болған шоколадтарымызды холодильнигімізде қатқанға дейін ұстаймыз. Неке осымен біздің баунти шоколадтарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай рецепт, балдарыңыз сүйсіне отырып жейтін болады. Егер де менің осы видео рецептім ұнаған болса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.